Кезлевдеки тропик парк айванат бақчасында 200-ден зияде тропик айван ве куш эляк олды. Лемур, кайман, папаган, каплы бака, буа йыланы ве тимсақларының еві олған ер артық күлге чевірілді. Атеш адым-адым ханилерні сарып алды. Тезден пычен ве рузгар атешні алевлендірді. Бинаның дамы чоқты. Яңғынны 2 саатте сондырып олдылар. Видите, вот остались клетки, а конструкции все сгорело. Это просто печально. Яңғынын себебі қысқадан қапалма, айванлар әсе атеш қапқанына түшті. Тек аюлар аятта қалды. Базы бойля аюларының яшы 30-дан фазла. Тайган сафари паркның сайыбы ханетчеве яңы ижғал етілген топрақларда айванат бақчаларыны тефтиш еткен Олег Зубков тропик парк айванат бақчасына ярдымға чапты. Донецк, Херсон, Запорижжя вилаетлерінден хырсызлаған айванларны мында бережекмі, жоқмы, бір ше айтмады. Если нужна помощь руководству парка, пожалуйста, после проведения ремонтных работ мы готовы предоставить те виды животных, которые в избытке, в излишке есть в Ялтинском зоопарке «Сказка» и в парке Львов Тайган. Кезлевде ерлешкен тропик парк айванат бақчасында приматлар, рептилиялар, йыланлар, құшлар, божеклер, ашерлер бар еді. Қырымның ишгалчы прокуратурасы яңғындан месулетле олғанларны жазаландырмаға вады еті. Ахмеджит Сакинаны Украина ақта субетлер себебінден туттылар. Рус ишгалжилері оның евіне тынтувнен басып кірді. Ве Русияның Украинаға қаршы илян еткен женкіне қаршы олғаны ве Рус ишгалжи ордысына ақаретлегені үшін қабатладылар. Делил олара көветчілер еске милиция қиефетіні Украинаның медени мираслары ақта китапны ве мавысары байрақны көстерділер. Кримский смерч чахыжылар ағының идрежісі ве Хаин Александр Талипов язғанына көре сөстек пара жазасы ве мемури апис ақта кетмей, адамны аписанеге қапа табылелер. Бұнен берабер гизли чахов себебінден кефе Сакинне де басып кірділер. Ишгалжилер қадынның рус аскерлеріне ишгалжи дегенні бегенмеді. Да бір санки Украина жасусыны ишгалжилер Судақ янындаки яңы дүния қасабасында тұтты. Тек бір лаф үшін. Море. Апрельское море, детишки резвятся. Сонки вақытлары сықчы Александр Талиповның шикетлері себебінден Қырым сакинлеріні Украина селялы көветлеріні дестеклегенлері үшін пара жазалары яда апислернен жазалайлар. Эсассыз давалар Рус ордысыны ақаретлев маддесі бойынша тізіле. Бұл кібі қабатлавларнен ишгалжилер енді 780 Қырымлыны жазаландырды. Бұақта Қырымда Украина президенті темсежіліге білдірді. Бұнен берабері ишгалжи полислер инсанларны зорнен пешман олып евелден азырланған метинні видеоға оқып чекмеге мечбур еті. Редецелер апис жазасы ile қорқыталар. Böylece кечкен авта Қырымлы Делевер Салимовге 1 ел апис жазасы берділер. Адам бензин станциясының хадиміні рус ишгалчы тимсали олған З. Арифинен кепканы чықармаға талап етті. Тұтылғанындан ве қорқытулардан соңра біле афу телемеге ред етті. Қырым аққорчалайжысы Абдуришит Джипаровна Санкидерсон сербестлік сөзіні суестимал еткені үшін 40.000 рубле пара жазасы төлемеге мечбур етелер. Қарасу базарының ишгалжи махкеме қадысы Наталья Зинченко евел чықарылған үкімні деңіштірмеді. Қабатлав Абдуришит Джипаровның Қырым ғайысы сайфесіні идаре еткеніне эсаслана. Анда ишгал етілген Қырымда халқыра ақларының бозғынлығы, тінтуфлер ақында мәліматлар, ярымадада чешік түрлі ақ бозғынлықлары ақта хаберлер яйынлана. Джипаров қабатлавларны танымады. Дегеніне көре Қырым ғайысы лейхасының тешкіл етілмесінде иштирак етсе де, шымды онен оғрашмай. Хатырлатамыз ке рус ишгалжи көветчілері кечкен сене 25 апрель күні Джипаровның евінде тынтуф өткерді. Аққорчалайыжыға қаршы рус ордысыны Санкидерсон ақаретлегені үшін мемури дава ашылды.